Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3 сынып математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 43-ші сабақ. Бөлшекті оқу, жазу және салыстыру. Жыл мезгілдері, ай, апта, күндері. Бүгінгі сабақта сен бөлшектерді оқитын, жазатын және салыстыратын боласың. Нөмірі 1 есеп А нұсқасы. Фигуралардың боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз. Бірінші суретте балалар 2-ден 1 бөлігі боялған екен, я? Келесі 3 бөлік берілген, 3 бөліктен 2 бөлігі боялған, 4, 4-тен 3 бөлігі боялған, 5, 5-тен 4 бөлігі боялған, 6-дан 4 бөлігі боялған екен. А нұсқасы бойынша фигуралардың боялмаған бөліктерін бөлшек түрінде жаз. 2-ден 1 бөлігі боялмаған, 3-тен 1 бөлігі боялмаған, 4-тен 1 бөлігі боялмаған, 5-тен 1 бөлігі, 6-дан 1 бөлігі боялмаған екен. Нөмірі 2 есеп А нұсқасы. Жарты жылдың айлар санын көрсететін бөлшекті және жылдың бір мезгілінің айлар санын көрсететін бөлшекті жаз. Балалар, бізде бір жылда 12 ай бар, я? Ал біздің жарты жыл дегеніміз ол 6 ай екен. Ал бір мезгілдің айлары, яғни біз бір жылда 4 мезгіл бар, я? Әр мезгілде 3 айдан болады екен. Сонда біз бөлшек түрінде жазатын болсақ, жарты жылдағы айлардың саны 12-ден 6 бөлшек деп жазады екенбіз. Ал бір мезгілдің айлар саны, яғни 3, 12-ден 3 бөлігі деп жазады екенбіз. Ә нұсқасы. Текшелерді қолыңа алып, бірнеше айды жап. Досыңа осы бөлшекті атауды және жазуды ұсын. Мысал, балалар, мұнда күнтізбе тұр, соның бір текшесін жабатын болсақ, балалар, бізде 12-ден 1 бөлшек. Мысалы, 2 айын жабатын болсақ, қыркүйек пен қазан айларын жабатын болсақ, 12-ден 2 бөлік. Дәл солай 4 бөлігін жабатын болсақ, 12-ден 4 бөлігі деп осылай жазады екенбіз. Нөмірі 3 есеп салыстыр. 13-тен 7 бөлік артық 13-тен 5 бөліктен. 15-тен 7 бөлік кем 15-тен 13 бөліктен. 9-дан 7 бөлік артық 9-дан 5 бөліктен. 15-тен 11 бөлігіміз артық 15-тен 8 бөліктен. Нөмірі 4 есеп. Әжей Бөкебайды бір апта бойы әр күні бірдей ұзындықта тоқиды. Егер бүгін А нұсқасы сәрсенбі, Ә нұсқасы бейсенбі, Б нұсқасы сенбі болса, онда ол Бөкебайдың қанша бөлігін тоқығанын көрсететін бөлшекті жаз. Ол әлі қанша бөлігін тоқуы керек. Бөкебай жұмсақ жүннен түбіттен тоқылған мойын орағыш. Яғни балалар тоқыды бір апта. Ал бір аптада бізде балалар 7 күн бар екен. Осы берілген жазып ала қойыңдар есептің шартын. Енді бізге қанша неше бөлігін тоқыды және неше бөлігін тоқуы керек. Соны табуымыз керек. А нұсқасы сәрсенбі. Сәрсенбі бізде аптаның 3-ші күні, тоқыды 7-ден 3 бөлігі, ал тоқуы керек 7-ден 4 бөлігін. А нұсқасы бейсенбі. Бейсенбі бізде 4-ші күн. Тоқыды 7-ден 4 бөлігі, тоқуы керек 7-ден 3 бөлігін. Сенбі ол бізде 6-ші күн, балалар. Тоқыды 7-ден 6 бөлігі, тоқуы керек 7-ден 1 бөлігі екен. Нөмірі 5 есеп. Сандарды өсу ретімен орналастырсаң, қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғылымның атын білесің. Бұл Леонардо, яғни балалар өсу ретімен жазатын болса, 19-дан 3 бөлік, 19-дан 5, 19-дан 7, 19-дан 9, 19-дан 11, 19-дан 13, 19-дан 14, 19-дан 15, 19-дан 17. Яғни жауабы балалар Леонардо Пизанский деген адамның, яғни ғалымның есімі шығады екен. Нөмірі 6 есеп. Өрнектерді баған түрінде жазып, мәнін есепте. Тексер. Мысалы, балалар, мұнда бізде 1000 азайту 479 деп тұр. Біз баған түрінде есептейді екенбіз. 1000-нан 479 азайтатын болсақ, 521.
Енді біз осы азайту амалын қосу амалымен тексереміз. 521-ге 479 қосатын болсақ, балалар 1000 болады екен. Дәл солай қалған есептерді қосуды азайтумен тексереміз, азайтуды қосумен тексереді екенбіз баған түрінде. Нөмірі 7-ші есеп, теңдеулерді шеш. 450 қосу А тең 920 азайту 40. Мұнда біз бұл теңдеуді жай теңдеуге айналдырып алуымыз керек, иә? 450 қосу А тең 920-дан 40-ты азайтатын болсақ, 880 екен. Енді балалар, мұнда біз А-ны табуымыз үшін А тең үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 880-нен 450-ді азайтатын болсақ, 430. Мұнда біз А-ны таптық, 430. Енді А-ның орнына 430-ды қойып, есепті тексереміз, иә балалар? 450 қосу 430 тең 920 азайту 40. Яғни 450-ге 430-ды қосатын болсақ, 880-ге тең. 920-дан 40-ды азайтатын болсақ, 880-ге тең. Есебіміз дұрыс. Келесі X азайту 340 тең 180 қосу 20. X азайту 340 тең 180-ге 20-ны қосатын болсақ, 200 болады. Бұл теңдеуіміз жай теңдеуге айналды. Енді біз мұнда X-ті табуымыз керек. X-ті табуымыз үшін 340-қа 200-ді қосамыз. Себебі бірінші сан белгісіз азайту тұрса, балалар, біз міндетті түрде қосумен тексереміз. Келесі X-іміз мұнда, яғни 540. 340-қа 200-ді қосатын болсақ, 540 болады. X-іміз мұнда 540. Енді X-тің орнына 540-ты қойып есепті тексереміз. 540 азайту 340 тең 180 қосу 200. 540-тан 340-ты азайтатын болсақ 200 екен. 180-ге 20-ны қосатын болсақ 200, яғни 200 тең 200. Есебіміз, яғни теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі теңдеуіміз Y бөлу А тең 63 бөлу 7. Яғни мұнда күрделі теңдеуді біз жай теңдеуге айналдырып алуымыз керек. Y бөлу 6 деп аламыз. 63-ті 7-ге бөлетін болсақ, 9-ға тең, яғни 9. Келесі Y-ті табуымыз үшін біз, яғни бірінші сан белгісіз бөлу амал тұрса, біз мұны міндетті түрде қосумен тексереміз. 9-ға 6-ны көбейтетін болсақ, мұнда Y 54 екен. Енді Y-тің орнына 54-ті қойып, есебімізді тексереміз. 54 бөлу 6 тең 63 бөлу 7. 54-ті 6-ға бөлетін болсақ, 9-ға тең екен. 63-ті 7-ге бөлетін болсақ, 9-ға тең. Яғни 9 тең 9 есебіміз, яғни теңдеуіміз дұрыс шықты. X бөлу B тең 100 азайту 68. X бөлу B 100-ден 68-ді азайтатын болсақ, 32-ге тең. Мұнда B-ны табуымыз үшін 32-ні 8-ге бөлеміз. B мұнда 4-ге тең, яғни 32-ні 8-ге бөлетін болсақ, 4 болады. Енді B-ның орнына 4-ті қойып, есебімізді тексереміз. 8 көбейту 4 тең 100 азайту 68. 8-ді 4-ке көбейтетін болсақ, 32-ке тең. 100-ді 68-ден азайтатын болсақ, 32-ке тең. Яғни 32 тең 32 есебіміз дұрыс. Нөмірі 8-ші есеп, есепте. 50 азайту 6 көбейту 4. Мұнда бірінші көбейту амал орындалады. 6-ға 4-ті көбейтетін болсақ, 24. 50-ден 24 азайтатын болсақ, 26-ға тең екен. 24 бөлу 4 қосу 12. 24-ті 4-ке бөлетін болсақ, 6. 6-ға 12-ні қосатын болсақ, 18-ге тең екен. 135 қосу 27 бөлу 9 қосу 25. Бірінші мұнда бөлу амал орындалады. 27-ден 9-ды бөлетін болсақ, 3. 135-ке 3-ті қосатын болсақ, 138. 138-ге 25-ті қосатын болсақ, 163 екен. 100 азайту 54 бөлу 6 қосу 310. 54-ті 6-ға бөлетін болсақ, 9. 100-ден 9 азайтатын болсақ, 91. 91-ге 310-ды қосатын болсақ, 401. Келесі 125 азайту 100 бөлу 5 қосу 98. Мұнда бірінші жақшаның іші орындалады. 125-тен 100-ді азайтатын болсақ, 25. 25-ге біз 5-ті бөлетін болсақ, 5. 5-ке 98-ді қосатын болсақ, 103 болады екен. 1000 азайту 3 көбейту 329 азайту 320. Жақшаның іші орындалады бірінші. 329-дан 320-ны азайтатын болсақ, 9. 3-ке 9-ды көбейтетін болсақ, 27.
1000-нан 27-ні азайтатын болсақ, 973-ке тең екен. Нөмірі 9-шы есеп. Камиля, Назгүл, Ғалия және Толқынның туылған күндері 2 наурыз, 17 мамыр, 2 шілде және 20 наурыз. Назгүл мен Ғалия бір айда туылған. Назгүл мен Ғалия бір айда туылса, балалар наурыз айында туылып отыр екен, иә? Ал Ғалия мен Камиляның туылған күндері сәйкес келеді. Яғни, Ғалия мен Камиляның туылған күндері сәйкес келетін болса, балалар бұлар екісі күні екен. Әр қыздың туылған күнін көрсет. Мұнда балалар Ғалия 2 наурыз, Камиля 2 шілде екен, Назгүл 20 наурыз, Толқын 17 мамыр күндері туылған екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.